وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Сіздерге күн менен түнді, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ күн менен айды бағынышты етіп қойды. وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ және де жұлдыздарды өзінің бұйрығы менен сіздерге бағындырып қойды дейді. Сұрақ шығады, бағындырып дегенде бізге бұлар бағынып атқан жоқ қой дегенде, жоқ, олай емес. Олар сызылған сызыққа бағынышты. Күн белгілі бір уақытта шығады, белгілі бір сызықпен жүреді, белгілі бір уақытта батады. Айда сондай. Күннің күндіз болуы да, түн болуы да сондай. Аспандағы жұлдыздар да белгілі бір траектория, белгілі бір ережеге, заңға бағынады. Барлығы бағынышты етілді дейді. Соның ішінде сахара ләкум, сіздер үшін бағындырдық дейді. Неге? Өйткені сол күннің шығуы, күннің батуынан біз уақыт білеміз. Өмірімізді көреміз. Күндіз болуы, түн болуы арқылы өмірдегі тіршіліктерімізді реттейміз. Аспандағы жұлдызға қарап, біз көптеген сабақтар аламыз. Бұның барлығын бізге, біз үшін де бағынышты етіп қойды дейді. Болмаса, тура адамдар сияқты өзің ойлап тапта, білгеніңді істе десе, күн бір күні шығар еді. Бір күні мен шаршап кеттім, мен шыққым кеп тұрған жоқ дейтін еді. Бір күні айтар еді, мен мына жерге ғана түскім кеп тұр, ана жерге күн түскім кеп тұрған жоқ дейді. Мен мүлде түскім келмей тұр дейді. Өзінің білгенін істейтін еді. Күннің жанында ай жүрер ме еді, көрінбей қалар ме еді, екеуі бір күні соғысып қалар ме еді. Күндіз түн деген нәрсені біз ұмытар ме едік? Аспандағы жұлдыздар егер өзінің тәртібімен болса, не болатынын Құдай біледі? Бір-бірімен соғыса ма, жоқ жерге келіп күйдіріп кете ма? Қайдан білесіз? Бұның барлығы ереже, заң және бізге пайдалылық үшін деді. Инна фи залика лааятин лиқауми яқилун. Бұның барлығы деді, ақылы бар адамдар үшін белгілер деді. Қандай белгілер? Ғибрат белгілер. Біз сабақ алуымыз керек болған белгілер. Оның ішінде бірінші орында әлбетте Алланың құдіреті тұр. Бұны жасаған егесінің ізі тұр. Қандай құдіретті екендігін білдіретін іздер тұр.